Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған, жиналып, бүгінгі тойдың соңын көрейік, қызығын көрейік деп қалған құрметті тойшыл ағайын. Ал бүгінгі шаңырақ көтеріліп жатқан Аян мен Ақбота, менің үнемі жас жұбайларға айтатын екі ауыз сөзім бар, құрметті ағайын. Қандай да болмасын үйленіп жатқан жас жұбайлар 9 ай 9 күн құрсағында көтерген аналары үшін және мен ұлды болдым деп бөркін аспанға лақтырған әкелері үшін олар бақытты болуға міндетті, құрметті ағайын. Ал Аян, Фәнидің көрдік жарығын, көрмедік бірақ жарымын. Әкеңнің жаны пеште, анаңның білші қадірін. Жатырың бөлек болса да жалғасқан бір ғой тамырың. Ғаламат күні осынау, азаматтығыңды таныдым. Үйрендім бәрін өмірден, үйлендім бүгін бауырым. Алғаның қандай ақылды, жұрағатындай ізгардың. Мас болып ыстық сезімге махаббат заңын бұзған кім? Қатын жолда деп қағына берме бауырым, қаным болатын қыздалдың. Қуандым қатты сен деп шын, атаң мен әжең шөберелерін тербетсін. Сүйгеніңнен туған ұл қызың сүйегіңе тартып ержетсін. Ақбота, ұмтыл білмекке, үйіңе келген қонақтың бәрін құрметте. Анаңнан қалған аяулы әппақ жаулықты өлтіріл, бірақ кірлетпе. Аян, сен әуелден шіркін олсың. Бүгін той аспанында күн түрілсін. Сен Құланбайдай әке болмасаң да құрғыр. Бір жылдан соң шаңырағында әкеңдей ұл туылсын. Қазақта айтады ғой, әкеден қалған жалғыз тұяқ. Бауырым, анаң, қарындасың, жұбайың, ата әжең бақытты, баянды ғұмыр кешіңдер. Біз тілекшіміз. Рахмет. Тойларыңыз құтты болсын, құрметті ағайын.